Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақты бастаймыз. Алдымен каналыма тіркелмегендер болса тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басамыз. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 5-ші сынып киім, сән, талғам. Яғни 10-шы сабақ киім түрлері және сән туралы түсінік. Бүгінгі сабақ өте қызық болады деп ойлаймын, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Киім, сән, талғам үшеуі бірге жүреді. Егер сәнді талғап, киімді талғап сәндеп кимесе, онда киімнің де мәні кетеді. Олай болса, бірінші жаттығу мәтінде оқып, нақты ақпаратты табыңдар. 2 бөлімге бөліп әрқайсысына тақырып қойыңдар. Киім және сән. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерінен қорғайды. Сондықтан ежелгі дәуірдегі адамдар киімді суықтан, ыстықтан, жараланудан, сырып кетуден денені сақтау үшін киді. Ең алғашқы киімдерді адамдар шөптен, жан-жануарлардың терілерінен жасаған. Қазіргі кезде кез келген адамның өз қалауынша сәнді киінуіне мүмкіндігі бар. Киім тігуге мал, аң терілері, өсімдік, ағаш, балық, құс өнімдері, жасанды материалдар пайдаланылады. Киім түрлеріне қарай бас киім, аяқ киім, сырт киім, ұлттық киімдер тағы басқалар болып бөлінеді. Ұлттық киімдер арқылы адамның ұлтын білуге болады. Сән киім кию мәдениеті. Ол адамның талғамына байланысты сән қоғамға, заманға қарай өзгеріп отырады. Дизайнер дегеніміз сәннің бағытын кімге арналатынын, қандай матадан тігілетінін үлгісін айқындайтын адам. Дизайнерлік киімдер жоғары сапасымен, биік талғамымен, өзіндік идеясымен ерекшеленеді. Сәнгер көпшіліктің алдына шығып, жаңа киім үлгілерімен таныстыратын адам. Балалар тақырыптан не түсіндік? Яғни киім және сән жайында түсіндірілген. Киім бұл табиғаттың әсерінен қорғайды екен адамды. Яғни алғаш кезде адамдар суықтан, ыстықтан, жараланудан, денелерді сырып кетуден сақтау үшін киген екен. Ең алғаш рет адамдар киімдерді жан-жануарлардың терісінен, шөптерден жасап тіккен екен. Енді адамның қалауынша қазір қалай киінсе солай киіне береді. Қазір киім тігуге мал, аң терілері, өсімдік, ағаш, балық, құс өнімдерін барлық материалдарын жұмсайды. Киім түрлері олар түр-түрге бөлінеді екен. Бас киім, аяқ киім, сырт киім, ұлттық киім. Ал сән дегеніміз ол киім кию мәдениеті, яғни ол адамның талғамына байланысты. Әркім өзі талғамына қарай сәндеп киінеді. Ал дизайнер дегеніміз ол жаңағы киінетін сәннің бағытын, киімнің кімге арналатынын, қандай матадан тігілетінін айқындап тұратын адам, соны тігіп беретін адам. Дизайнерлік киімдер олар жоғары сапасымен, өзінің талғамымен, әдемілігімен ерекшеленіп тұрады екен. Ал сәнгер дегеніміз ол көпшіліктің алдына шығып, жаңа киімнің үлгілерін көрсететін, яғни мода көрсететін адамды сәнгер дейді екенбіз. Енді сұрақтары: алғашқы киімдер қандай қажеттілікті өтеді? Сән неге өзгеріп отырады деп ойлайсыңдар? Мәтінде сән әлеміне қатысты мамандық атаулары бар ма? Сұраққа жауап беретін болсақ, бірінші, алғашқы киімдерді адамдар шөптен, жан-жануарлардың терісінен жасаған. Ал екінші, сән қоғамға, заманға қарай өзгеріп отырады. Ал үшінші сұрақ, мәтінде сән әлеміне қатысты мамандық атауы ол дизайнер және сәнгер. Екінші, киімдерді топқа бөліп кластерге түсіріңдер. Енді киімдер жайында айтатын болсақ, ерлердің сырт киімдері: аба, киім сыртынан киетін жамылғыш, қамзол, жеңсіз жеңіл киім, бешпет, тік жағалы, ұзындығы тізеге жететін астарлап тігілген жеңіл киім. Сақсыр, тар балақты жұмсақ материалдан тігілген шалбар. Кеудеше жас түйенің иірілген жүнінен не түбіттен тоқылған жағасыз жеңсіз тоқыма. Қаттау қалың кездемеден тігілген кеудеше. Үшінші жаттығу: берілген аралас буынды сөздерді бағандарға бөліп жазыңдар. Бірінші, біріккен не қос сөздер, буынды алғамайтын қосымшалар жалғанған сөздер, басқа тілдерден енген сөздер. Яғни мына сөздерді: аяқ киім, әсемпаз, сәнқұмар, мұғалім, сәндік, қолданбалы, сырт киім, шеберхана, қызмет, қадірлі,
дизайнер, сәнқой, ұсақ-түйек, сән-салтанат. Осы сөздерді үшке бөліп жазамыз. Енді есімізге түсіре кетейік. Біріккен не қос сөздер дегенімізді білеміз. Екі сөздің бірігуі немесе сызықша арқылы жасалған сөздерді қос сөз дейміз. Ал паз, ор, ой, кер, ер, кеш, хана, ист, изм, бан, жан, тал деген жұрнақтар бар буындар. Бұлар буын талғамайды сол күйінде жазылады. Олай болса, бұл буын талғамайтын қосымшалар жалғанған сөздер болады. Ал басқа тілден енген сөздерді оны да білеміз. Ол орыс тілінен басқа тілдерден енген сөздер. Енді жаттығуымызды орындайық. Біріккен немесе қос сөздер. Аяқ киім, сән құмар, сәндік, қолданбалы, сырт киім, ұсақ-түйек, сән салтанат. Буын талғамайтын қосымшалар жалғанған сөздер. Олар әсемпаз, шеберхана, сәнқой, қызмет, қадірлі. Келесі басқа тілден енген сөздер. Дизайнер, мұғалім. Төртінші жаттығу. Деңгейлік тапсырманы орындаңдар. Бірінші деңгейі оқылым мәтініндегі бірнеше сөзге дыбыстық талдау жасаңдар. Екінші деңгейі мәтіндегі қою қаріппен берілген сөздерді қатыстырып сұхбат құрыңдар. Аралас буынды сөздерді көрсетіңдер. Үшінші деңгей менің сәнқой досым тақырыбында эссе жазыңдар. Буын үндестігі заңдылықтарын түсіндіріңдер. Яғни оқылым дегеніміз ол киім және сән мәтініне қарап талдау жасаймыз. Енді бірінші деңгей дыбыстық талдау жасайтын болсақ, сән деген сөзді алайық. С дауыссыз дыбыс, төл дыбыс қатаң, тілдің қатысына қарай жіңішке дауысты дыбыс, жақтың қатысына қарай ашық, еріннің қатысына қарай езулік дауысты дыбыс. Н дауыссыз дыбыс, төл дыбыс, үнді. Ұлттық деген сөзді алатын болсақ, о жақтың қатысына қарай қысаң, тілдің қатысына қарай жуан, дауысты дыбыс, ерінің қатысына қарай еріндік. Л дыбысы дауыссыз, төл дыбыс, үнді. Л дыбысы дауыссыз дыбыс, төл дыбыс, қатаң, т дыбысы. Ы дыбысы жақтың қатысына қарай қысаң, тілдің қатысына қарай жуан, ерінің қатысына қарай езулік дауысты дыбыс. Қ дыбысы дауыссыз дыбыс, төл дыбыс, қатаң. Екінші деңгей аралас буынды сөздерді табатын болсақ, бас киім, аяқ киім, сырт киім, дизайнер. Өйткені бұнда жуан және жіңішке дауысты дыбыстар бір-бірімен араласып тұр. Үшінші деңгей сұхбат жазатын болсақ, аяру, сен қандай сән киімдерді жақсы көресің? Тамирис, мен ұлттық киімдерді жақсы көремін. Аяру, мен сәнгер болғанды ұнатамын. Тамирис, менің анам дизайнер. Мен де сәнді киімді ұнатамын. Яғни бұнда сұхбат жаздық. Сұхбат дегеніміз екі адамның бір-бірімен сөйлесуі. Ал енді үшінші деңгейді орындайтын болсақ, менің сәнқой досым. Менің досым бар. Оның аты Жанар. Ол өте сәнқой. Мектепке әртүрлі киім киіп келеді. Мұғалім киюге болмайтынын түсіндірген еді, қазір ондай әбестікті тоқтатты. Енді ол қуыршаққа киім тігіп сәнді қуалап жүр. Себебі қуыршақтарға тіккен киімдері өте керемет. Дизайнер тіккен екен деп қаласың. Мен де досымнан киім тігуді үйренемін. Досыңның сәнқой болғаны да жақсы екен. Досыма үлкен рахмет. Бесінші жаттығу мақал мәтелдердің жалғасын тауып, айтылуы мен жазылуында ерекшелік бар сөздерді топтастырып жазыңдар. Сыпайы киімді киіп тоздырады. Екінші, кең киім тозбайды. Таныған жерде бой сыйлы. Киім пішсең кең піш. Қасқыр ішігі бар кісі. Яғни осыған сай келетін танымаған жерде тон сыйлы, тарылтуың оңай, кеңесші ел азбайды, жолдасының тоңғанын білмес, сараң киімді жиып тоздырады деген сөздерді сәйкестендіріп жазамыз. Сыпайы киімді киіп тоздырады, сараң киімді жиып тоздырады. Кең киім тозбайды, кеңесші ел азбайды. Таныған жерде бой сыйлы, танымаған жерде тон сыйлы. Киім пішсең кең піш, тарылтуың оңай. Қасқыр ішігі бар кісі жолдасының тоңғанын білмес. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, сіздердің әрбір жазған алғыс комментарийіңізді қуанып отырамын оқып.